Бауырсақ ертегісі. Бір күні шал кемпіріне: «Кемпір-ау, маған бауырсақ пісіріп берші» деп өтінеді. Кемпір бауырсақты қаймаққа илеп, ыстық майға пісіріп, оны суысын деп терезенің алдына қояды. Бауырсақ жата-жата жалығады. Бір кезде ол терезеден домалап жерге түседі де, орманға қарай зымырай жөнеледі. Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан қоян шығады. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Қоян, сен мені жеме. Мен саған өлең айтып беремін. Менің атым бауырсақ, қаймаққа мен илендім. Ыстық майға пістім мен, суыдым терезе алдында. Ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме. Ұстатпаймын қоян, сағанда. Деп бауырсақ домалай жөнеледі. Ол одан әр домалап келе жатса, алдынан сұр қасқыр шығады. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Қасқыр аға, сен мені жеме. Мен саған өлең айтып беремін. Менің атым бауырсақ, қаймаққа мен илендім. Ыстық майға пістім мен. Ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме. Қояннан да құтылдым. Ұстатпаймын қасқыр, сағанда. Деп бауырсақ зыта жөнеледі. Бір кезде оның қарсы алдына дәу аю шығады. Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін. Ей, маймақ аю, сен мені қайдан ұстайсың? Тыңда, мен саған ән айтамын. Менің атым бауырсақ, қаймаққа мен илендім. Ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме. Қоян мен қасқырға ұстатпағам, ал саған аюжан, ұстатпаймын мүлде. Аю бауырсақты тек көзімен шығарып салады. Бауырсақ домалап келе жатса, оған ку түлкі жолығады. Амансың ба бауырсақ? Жүзің қандай қызарған, иісің қандай тамаша. Мен сені жеймін. Түлкі бикеш, сен мені жеме. Мен саған тамаша ән айтып беремін. Менің атым бауырсақ. Қаймаққа мен илендім. Ұстатпай кеттім атама, ұстатпай кеттім әжеме. Қоян мен қасқырға, дәу аюға ұстатпадым. Ұстатпаймын сағанда. Әнің шынында да өте жақсы екен. Бірақ менің құлағым естімей қалып тұр. Бауырсақ, сен менің тұмсығыма шық та, әніңді тағы бір рет қаттырақ айтшы. Бауырсақ түлкінің тұмсығына секіріп мініп алады да, бар даусымен әнге басады. Сол кезде түлкі аузын ашып, оны ап деп ұстап алады. Түлкі, тоқта, сен мені жеп қайтесің? Жүр одан да біздікіне, атам мен әжеме барайық. Олар сені дәмді самсамен тойғызады. Түлкі ойланып қалады да келіседі. Олар жолшыбай өздерімен бірге қоянды, қасқырды және аюды ертіп алады. Үйге келсе, әжесі көп самса пісіріп қойыпты. Қоянға орам жапырақ пен сәбіз салынған самса, қасқыр мен түлкіге ет қосылған самса, ал аюға таңғурай мен бал қосылған тәтті самса тиеді. Барлығы мәз-мейрам болады. Осымен ертегіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Балалар, егер сіздерге ертегі ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.